Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін мен сендерге өте қызықты 2006 жылы Жапонияда жарық көрген Ажал дәптері киносын айтып беремін. Бәріміз білеміз, бұл манга желісімен түсірілген, және аниме нұсқасы да бар. Әрине, аниме көбірек танымал. Біреуіңіз көрдіңіз, біреуіңіз көрмедіңіз. Бірақ бүгін әңгіме аниме жайлы емес. Және достар, естеріңде ма, мен біраз уақыт бұрын Ажал дәптерінің Netflix түсірген американдық нұсқасын шығарған едім. Бәріміз білеміз, американдықтар киноға ЛГБТ негр-пегір тықпаса, бастарының сақинасы ұстайды. Содан болып, мынандай біздің агент Эл негр Алан Уолкер болып кеткен ғой. Және бұл нұсқада манга желісінен өзгертіп басқа оқиғалар шығарады. Содан болып көрермендердің ашуын келтірген еді. Қанша жақсы түсірілім мен көптеген шығын болса да, треш кино тізіміне тізілген еді. Ал бүгін мен жапон көкелеріміздің түсірген таза манга желісімен өрнейтін қызықты киноны айтамын. Сондықтан көп созбай бастайық, ал сіздер не істеу керек екенін білесіздер. Жапонияда соңғы уақыттарда тылсым жайт ордалуда. Көшеде жүрген, іздеу салынған, тіпті қамаудағы қылмыскерлері жүрек талмасынан бірінен кейін бірі өлуде. Оған денсаулық министрі оларға жаңа бір жұқпалы індеттің жұғуы мүмкін деген пайымдау жасауда. Бірақ интернет қолданушылары келіспейді. Көптің арасында бұның бәрінің құдіретті бір Кира деген жан жасауда да сенуде. Біреулер Кираны қанішер десе, біреулер әділет орнатушы дейді. Кешкі бір сағаттарда қала ортасында несиеге батып қалған бір еркек банкты тонауға кіріп, 2 адамды өлтіріп, 5 адамды кепілдікке алған екен. Және сол қылмыскер жайлы ақпаратты тікелей эфирден естіген бір жігіт бір дәптерді шығарып келіп, әлгі қылмыскердің есімін дәптерге жазғаны сол-ақ еді. Сол сәтте әлгі қылмыскер жүрек талмасынан көз жұмады. Бұл жігіт қарапайым студент Лайт Ягами. Баскетболға ебі бар, Шиори деген қызы бар. Әкесі секілді детектив болғысы келетін арманы тағы бар. Мектеп үзілісінде көптің ортақ әңгімесі Кира. Лайт Ягами, Кира әділдік орнатушы, оның ісі 100% дұрыс деп оны жүптейді. Ал оның қызы керісінше, жазаны заң беру керек деп жауап қатады. Сол кезде Лайт, Жапонияда заңда әділдік жоқ. Мен полицейлердің жасырын құжаттарына хак істеп кіріп қараған едім. Ол жерде артында адамы көп қылмыскер жазасыз босап кетеді екен дейді. Одан біз біраз бұрынғы оқиғаны көреміз. Лайт бір барда отырғанда Такуя деген баугеспе өз істеген қылмыстарын досына әңгіме қылып айтып отыр екен. Одан олар сүмірейіп отырған Лайтқа келіп, бір тишкі бір жерін қысып жүр деп шекесін шертіп кетеді. Лайттың көзі жасаурап бардан шыққанда алдында Ажал дәптері деген жазу бар, дәптерге көзі түседі. Үйіне келіп ашып қараса, алғашқы беттерінде бұл дәптерге аты жазылған кез келген адам өледі, тек ол адамның түрі мен шын есімін білсең болғаны деген нұсқаулық бар екен. Лайт таңғала, теледидардан шығып жатқан бір маньяктың есімін дәптерге жазып жібереді. Таңертең газетте әлгі маньяк жүрек талмасынан өлді деген жаңалықты көргенде, Лайт таңғала, дәптердің шын екеніне сенеді. Қайта дәптер бетіне нұсқаулық бар екен. Өйтпегенде Лайка әлгі дәптерді блокнот екен деп менің отбасым деген шығарма жазса не болады? Алғашында Лайт дәптерден шошып бәлекетінен аулақ деп алған орнына апармақ болады. Сол кезде ажал құдайы Рюк алдынан шығып келеді. Дәптерді тапқан сен, енді иесі де сен. Және мен тек дәптерді қолы тиген адамға көрінемін, дейді. Одан осы уақыт қаусады. Полицейлер есі шығып Кира жайлы еш ақпарат, тіпті теория шығара алмайды. Өлгендердің барлығы қылмыскерлер, және олардың бір-біріне еш қатысы жоқ. Сөйтіп олар әлемдегі ең мықты детективтердің бірі, талай істі шешкен жұмбақ адам агент Эл дегеннен көмек сұрайды. Эл өзінің көмекшісі арқылы олармен сөйлеседі. Эл интернетте Кира атымен жүрген адам осы барлық істің иесі. Ол жалғыз серіктесі жоқ дейді. Ал Лайттың әкесі осы топтың бастығы. Ал мына жақта өзін ажал құдайы сезінген Лайт жаңа өмірлік философия құрап, қылмыссыз әлем құру жайлы жоспарын ойластырады. Және оның екінші Кира аты әлемге танылу керек дейді. Сол сәтте теледидардан тікелей эфирде әлем бойынша шұғыл жаңалық шығады. Бір көкеміз өз аты жөнін айтып, мен мына Кира деген өтірік сайқымазақтың ісін зерттеушімін. Осында сайқымазақты ұстау көп уақыт алмайды дейді. Өзіне көп алып қалған Кира қаны басына шауып, оны тура дәптерге жазып өлтіреді. Әлгі көкеміз жүрегін ұстап тұрып жеп өле қалады. Одан теледидардан нағыз Элдің өзі сөйлейді. Адамға қол тигізбей қашықтықтан өлтіре алады екенсің. Мына өлген адам өлім жазасын алған қылмыскер еді.
Бірақ мына жаңалық тек Жапониядан көрсетілді. Демек сен Жапонияның бір бұрышында тығылып отсың. Ойын басталды, балақай дейді. Енді Кира әділдік құдайы емес, іздеу салынған қылмыскерге айналды. Эл өз тобымен жиналыс жасайды, және ол адамдардың өлген уақытын есептеп, ол студенттің сабақ уақытында ғана адамдар өлмегенін байқайды. Сондықтан Кира студент дейді. Кешкі аста Лайк әкесінен өзінің Кира зерттеу тобына қосуын сұрайды. Ал әкесі бұндай бәледен ең бар, кетар одан чабырып сабағыңды оқы дейді. Әкесі қылмыскерді ұстамақ, ал қылмыскер оның баласы. Лайт енді басын жұмыстату керек. Ол шығысы жоқ лабиринтке кірді. Ол күнде полицейлердің жасырын құжаттарын, соңғы мәліметтерін зерттеп, өзі жайлы зерттеу мәліметтерін алып отырды. Бір күні Лайт кездейсоқ өзін біреу аңдып жүргенін байқайды. Қайда жүрсе де қалмайды. Сол кезде Лайт өзін аңдып жүрген полицейді өлтіру үшін керемет сұмдық жоспар құрады. Бір күні Лайт қызымен автобусқа отырады. Әрине әлгі полицейді ілесе кіреді. Келесі аялдамада бір автобусқа баугеспе кіріп келіп шопырға пистолет кезеп ақша сұрайды. Лайт артында отырған полицейге: "Мен мына қылмыскердің пистолетін тартып алайын, маған көмектесіңіз" деп орнынан тұра бергенінде, полицей жасына жетпеген балақайды қауіпке тіге алмай: "Отыр балақай" дейді. Сол кезде Лайт: "Сіз сонда қылмыскердің серіктесісіз ба" дейді. Өзін ақтау үшін полицей құжатын көрсетіп қояды. Осылай Лайт өзін аңдып жүрген полицейдің есімін біліп алды. Лайттың жоспары 100% іске асты. Иу-қиуын тартылып жазып қойғандықтан әлгі қылмыскерді 180-мен ұшып бара жатқан машинаның алдына барып жата қалып, о дүниеге сәлем береді. Лайт сценарий жазды деп келістірмесек, енді мына адам автобусты тонамайтын шығар енді. Автобус қой. Бірақ байқұс полицей есімін айтып қойғанда қатты уайымдайды. Үйленген жүрген қызы да жігітінің көңілі жоқ екенін сезеді, және екеуі келесі аптада үйленбек екен. Ал мына жақта полицейді тура өлтірсем ұсталып қаламау деп Лайт келесі бір сұмдық жоспарын құрады. Ертеңде полицей мен оның болашақ әйелі Наоми діндарға бармақ болғанында полицей: "Сен өзің бара бер, менің бір шаруам бар" деп кетіп қалады. Болашақ әйелі Наоми күдіктеніп жасырын тыңшы күйеуін аңдиды. Сөйтіп полицеймен отыраға отырып сол жерден байланыс құралын, қағаз қалам табады, және біздің Лайк байланыс құралымен: "Тыңда, бұл Кира" деп Кира екенін дәлелдеу үшін жандағы біреудің бетін тыржитып өлтіре салады. Сөйтіп Лайк полицейге өзінің тобындағы барлық мамандардың есімін алдындағы қағазға жазуын талап етеді. Бейшара полицей бәрін жазып қағазды қойып метродан шығып, жүрегін ұстап серейіп жата қалады. Ал болашақ күйеуінің көз алдында өліп жатқанын көрген Наоми өкіріп денесіндегі суды азайтады. Ал Лайк оның түрін фотоға көзбен түсіріп алады. Одан әрине зерттеу тобындағы агент балақайлар ауырмайды жүрек деп өле береді. Ал Лайктың әкесі өз тобына: "Біздің топқа өте үлкен қауіп төнуде. Ажалдан қорқатындарың болса, жұмыстан дәл қазір кете беріңдер" дейді. Сөйтіп агент Элді қосқанда 6 адам ғана қалып бастары сопайып отыра қалады. Және қалған 5-еуі агент Элге: "Сенің түріңді де көрсетпей тұрғанда енді саған қалай сенеміз" дейді. Сол кезде Эл барлығын бір жерге шақырады. 5-еуі барса, әлемдегі ең мықты агенттердің бірі дегеннің түрі аяғында нәскиі де жоқ, әбір жеген, күн түнімен TikTok көрген балақай секілді екен. Эл: "Біздің агенттердің мәліметі, ішіміздегі біреу арқылы айырылғанымыз анық. Демек Кира біз күдікке алған адамдардың бірі, және басты күдікті Лайт Ягами" дейді. Ал мына жақта байға енді тидім-ау дегенде күйеу көз алдында өліп қалған Наоми өзі жеке кек алу үшін зерттеу жасап бастайды. Оның да басты күдіктісі Лайт Ягами. Сөйтіп Лайттың әкесі де келісіп, Лайт басты күдікті болған үшін үйдің әрбір бұрышына жасырын камера қояды. Бір күні әлгі Наоми Лайттың қызы Шиориді ертіп алған Лайкқа келіп, өзін өтіргесімен таныстырып: "Сен менің күйеуімді өлтірдің, сенен кек аламын" деп миының қаншалықты мықты екенін көрсетіп кетіп қалады. Одан Лайт үйіне келсе, бөлмесіне біреулердің кіргенін сезіп қояды. Яғни ол камералар келер ыңғайлы орнына келіп қойғандығын түсінеді. Жалғыз сырласы Рюк жалғыз алма сұраса да оған естімегенде мән бермей дүкенге кетіп қалады. Сол кезде Лайк жаңа жоспарын Рюкке айтады. Және Рюкке: "Сен бөлмедегі камераға түспейтін кішкене жасырын жерді тапсаң, саған сұраған алмаңды берейін" дейді. Ягами отбасы отағасыз кешкі ас ішеді. Өйткені әкелері өз тобы мен өз ұлын камерадан аңдып отыр. Ал Лайт астанып болғаннан кейін шепсиді алып, "Бүгін мен түнімен өліп сабақ оқимын" деп бөлмесіне кіріп кетеді. Ал сол кезде теледидардан тікелей тағы бір қылмыскер жүрек талмасынан өлді деген хабар шығады. Ал Лайт сабағын оқып отыр.
еш күдікті әрекет жоқ. Содан агент тобы лайкты күдікті сандан алып тастайды. Сөйтсек лайк шепсидің ішіне кішкене теби гаджет, дәптердің бір парағы, кішкене қалам салып қойыпты. Ал оның бөлмесіндегі столдың кішкене бөлігі камераға түспейді екен. Бірақ агент Элдің нысанасы әлі де Лайт Ягами. Және агент Эл әлгі Наомимен серіктес болып алыпты. Бір күні Лайттың қызы Шиори галереяда кезгейік деп бір түрлі дауыспен Лайтқа қоңырау шалады. Сөйтсе бұл жерде шүріппені басқай Наоми дайындалып тұр екен. Агент Эл бәрін шақырып, қазір мен Лайт Ягами кер екенін дәлелдеймін деп тікелей экранға жинайды бәрін. Содан ол жерге Лайт та келеді. Наоми, егер істеген ісіңді мойындамасаң, қызыңды өлтіремін дейді. Ал Лайт қатып тұрып қалады. Наоми ашуланып өзінің шын есімін айтып, ал мені өлтір дейді. Лайт бажырайып тұра береді. Бәрі солай зеңіп тұрғанда Шиори неге екені белгісіз жігіті Лайтқа қарай жүгіре кетеді. Ал Наоми оны атып жібереді. Шиори тыл қатпай сол жерде өліп қалады. Ал Наоми теріс дүние істегенін түсініп өзінде жаһанамға жібереді. Лайт неге Наомиді өлтірген жоқ? Дәптерде қаламда болды ода. Сөйтсек біздің мыйшық сұмырай кино сценарий жазғандай бәрін алдын ала жазып тастапты. Әлгінде өзі тұштандып келіп, Наоми мыңқылдап кеткенінде Лайт сол күннен бастап оны өлтіргісі келген. Лайт оның сөзінен үйленбек болғанын естігенде шіркеуге барып, Наомидің есімін біліп алған екен. Одан Рюк, онда сен неге қызыңды өлтіруге жол бердің дейді. Ал Лайт, оны да мен әтейі жаздым дейді. Мен ұстап беру мүмкін сағыздан құтылуым керек дейді. Ал ажал құдайы Рюк Лайттың жауыздығы мен миына таң қалады. Одан Лайт әкесіне қызының кегін алу үшін мен де топқа кірейінші дейді. Сол кезде әкесінен бұрын агент Эл, топқа кір дейді. Ал қолында Лайттың сүйікті чипсиі. Ягами отбасы отағасы. Ягами отбасы отағасы. Ягами отбасы оттым. Ягами отаға.